Қалайсыздар, менің құрметті де алтындай болған құрметті оқырмандарым, ютубер оқырмандарым. Қалайсыздар, жалпы жағдайларыңыз қалай, оразаларыңыз қалай өтіп жатыр? Аллаға шүкір, биылғы ораза Аллаға шүкір жақсы өтті. Енді жан-жақты су басып, енді табиғаттық құбылыстар дейміз ғой, табиғаттық апаттар болып жатыр. Енді Алла өзі жар болсын. Оразада енді еліміздің амандығын, жұртымыздың тыныштығын тілеп жатырмыз. Және де қай өңірден боласыздар, елдеріңіз аман ба? Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қай елден боласыздар, қай қаладан боласыздар, комментарияға жазып кетіңіздерші осы араларыңыздан. Ал мен сол әдеттегідей үйдің тірлігі, әйтеуір әлі қарбаласып жатқан үйде тірлігі ғой, бітпейтін. Енді Алла қаласа ертең оразаның енді бітуіне 3-4 күн қалды. Енді алдынан бері барлық тума-туысқандардың үйдің бәріне ауызашар барып жатырық. Енді келесі сәт біздің кезегімізге түсті. Енді бұйырса Алла қаласа ертең үйімізде ауызашар болады. Алла ниет етіп ұстаған жандардың бата тілегін алуды, ниетімізді қабыл етсін Алла. Енді бүгін сіздерден бір әңгіме сұрайын деп едім. Енді менің ютубер оқырмандарым арасында көбісі қарайтын келіндер, келіндер қауымы ғой, кішкентай енді жаңадан түсіп жатқан келіндер бар шығар. Енді бұрыннан бері көп жыл, 10 жыл, 20 жыл қызмет етіп келе жатқан келіндері бар шығар. Осы араларыңыздан сұрайын деп едім. Араларыңызда жұмыс істейтін жандар бар ма? Енді қолыңызға қандай ақша тиеді, соны сұрайын деп едім. Менің басты сұрағым деп қояйыншы, келін өзінің тапқан ақшасын болсын, өзінің мысалы баланың пособия дейміз ғой, пособиясы болсын, соны енеге берген дұрыс па? Сол жағын айтып кетіңіздерші. Енді мен келін болып түскенде сіздерге алдында айттым ғой, келін болып сіңісіп кетуіме маған 1 жыл, 1,5 жылдай уақыт керек болды деп. Енді алдыңғы видеомда көрген оқырмандарым болса біледі. Ал енді сол келіндік қызметтің ішінде мен енді баяғыдан бері өзі мектепті қалай бітірдім, солай студенттік өмірге қадам басқаннан кейін уже әрі қарай өзіңнің киіміңді табуың керек болады. Өзіңнің еңбек ақың дейді ғой. Енді ол кезде киіміңді өзің тауып жейсің, киімдеріңді өзің аласың, құралдарыңды өзің аласың. Қалай мектеп бітірдік, солай Ақтөбеге біз жіберді енді оқудың қағаздарын тапсыруға. Сода енді қазір есіме түсіріп қарап отырсам, істемеген жұмысым қалмапты ғой меніңше. Студент кезде енді студенттік өмірге енді қадам басып жатқан кезде 3 ай демалыс дейміз ғой, жаздық демалыста сокта сатыппын, официантта болыппын. Енді ең алғашқы өзімнің еңбек ақымен тапқан ең бірінші енді официант болып істегенде 1,5 теңге істеппін. Күндігіне 1,5 теңге. Таңертең кетесің, кешке келесің. Мысалы қарап тұрсаң, қазір ол ақша емес қой. Тапқан табысым сондай болды. Аллаға шүкір, бірақ сол ақшаларының бәрін жинап, өзімнің сабақ құралдарымды алдым. Әрі қарай солай жыл сайын сөйтіп жаздық демалыста жұмыстар істейтінбіз. Енді студент болып жүргеннен кейін стипендия аласың ғой, бірақ стипендияң да еш жерге жетпейді. Еще түнгі андай нелерге, ресторандарға официант болып жұмыс істедік. Далада тұрып неше түрлі напиткаларда саттық. Еще андай неде болыппын, кондуктор дей не деп айтатын еді, сондайда болыппын. Бірақ қарап тұрсаң барлық жұмысты істеп тастаппын ғой. Енді ол кезде жастық кезде білінбейді ғой. Қазір еске алып отырсам, ол да бір қызық шақтардың бірі ғой. Ал сіздердің бойдақ кездеріңізде, студент кездеріңізде істеген жұмыстарыңыз естеріңізде бар ма? Енді сол айтайын дегенім, біз өзіміз ақша ұстап үйреніп қалғаннан кейін, келінді өмірге келгеннен кейін ол ақшаны басқа біреуге тапсыру маған мен үшін қиын болды десең, бірақ мен берген емеспін. Өзім ұстадым, баланың да ақшасын өзім ұстадым, жұмыстың да ақшасын өзім ұстадым. Күйеуім айтатын, өзіңе керек жарағыңды ала бер деп. Біз сенің ақшаңа қарап отырған жоқпыз, сен өзіңе керек жарағыңды ала бер дейді. Енді сіздер өздеріңіздің нелеріңізді айтып кетіңіздерші. Енді енеге болсын, күйеулеріңізге болсын ақшаларыңызды бересіздер ма, әлде өздеріңіз ұстайсыздар ма? Сол жағы маған қызық болып тұр.